Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сабағымызды жалғастырамыз. Алдында әл-каламу аля инша туралы өткен болатынбыз. Ол талабиюн, ал ғайру талабиюн болады. Ат-талабию 5 формасы бар дедік. Әл-әмір, әл-нәхи, әл-истифхам, уәт-тәмәнни, уән-нида. Яғни 5 формасы. Оның бірінші әл-әмір, әмірді біз алдық. Оның өзінің формаларын және әмір формасында келеді, бірақ басқа мағынасын беретіндігін түсіндік. Ал бүгін талабидің екіншісі ән-нәхи туралы айтатын боламыз. وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وله صيغة واحدة وهي المضارع ما لا النهي كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Yani النهي дегеніміз ол бір іс-әрекеттен бас тарту, істемеу, яғни жоғарыдан төменге қарай тыйым салынады. Яғни бір іс-әрекеттен тыйым салады. Валаху сиғатун вахида, оның бір ғана формасы бар, ол фе'л мудари, ла нахиямен келеді. Ла нахия, яғни мәжзум қылатын ла нахия. Вала туфсиду фил арды бa'да ислахиха дейді. Вақад тахруджу сиғатуху ан ма'нахил асли иля ма'анин ухар туфхаму минал мақами ва сияқ. Бірақ ол негізгі өзінің нәхи мағынасынан шығып, басқа мағыналар беруі мүмкін. Оны біздер әл-мақам, яғни айтылып жатқан жер, және әс-сияқ айтылып жатқан сөзден біле аламыз. Енді шартқа келетін болсақ, біріншісі ән-нәхи астында талабул каффи анил фи'ли аля вajl исти'ла би сиғатин вахида, оны айттық. Ма лаху илля сиға вахида, яғни бір ғана сиғасы бар. Ва хия лан нахия ва лихада ijtanib اترك دع تجنب ليس أو هذه ليست نهيا مع أنها طلب للكف عن الفعل. يعني сондықтан да біздер ijtanib әржүр, اترك таста, دع таста, تجنب әржүр, әрбол деген мағыналар фи'л әмірлер нәхи болып есептелмейді дейді. Бірақ оның мағынасы жаңағыдай әл-каф анил фи'л, яғни іс-әрекет тастау болғандықтан да бәрібір ол нәхи болып есептелмейді. لأن النهي له صيغة واحدة معينة وهي المضارع المقرون بلا النهي. يعني ол тек қана бір ғана формада келеді. لا النهي мен бірлесіп фи'л мудари, яғни мәжзум болады ол. Егер сукун болады немесе хазф нун болады. قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Түсінікті. Ән-нәхи дегеніміз жоғарыдан төменге қарай бір іс-әрекеттен бас тарту туралы тыйым айтатын болсақ. Екіншісі мәтінге келетін болсақ, яғни бірақ ол негізгі өзінің нәхи мағынасынан шығып басқа мағыналар беруі мүмкін. Ол бірінші ад-дуа, яғни наху фала тушмит биял а'да. Аллах тағала Құранда айтады, фала тушмит биял а'да, яғни дұға мағынасында. Егер де Аллахқа айтсаң, менің жауларым мені қуанбасын, яғни мені жеңумен немен қуанбасын деген мағына. Яғни егер де Аллаға айтатын болсаң, дұға болып есептенеді. Нәхия мағынасы емес, дұға. Қазір Ибн Усайминнің айтатыны бар бұл жерде. Қаулуху кад-дуа наху фала тушмит биял а'да ла яхсуну ал-мисалу бихада. Яғни бұл мысал бұл жерге сәйкес келмейді дейді. Хадихи наам ула уджахта ау уджихат лиллахи азза ва джал лакана сахихан. Егер де бұны біз Аллаға айтатын болсақ, онда дұрыс дейді. Лианнаху жаа фил хадис ат-таавуду мин шаматитил а'да. Өйткені хадистерде келді, жаудан жаңағыдай күлуінен пана сұрау туралы дейді. Фала уджихат лиллахи канат дуа. Егер де Аллаға айтылатын болса, ол дұға болады. Валакин иза уджихат лил махлуқ аллади хуа а'ла мин. Егер де ва ин кану ятасахал, яғни егер де ол адамға айтылатын болса, ол кезде ол дұға болып есептелмейді дейді. Ва ин кану ятасахалуна яқулуна дуаун фала янбағи бәл янбағи ан юқалу лаху иннаху тараджин. Яғни иннаху тараджин. Яғни бұл олар жаңағы тіл ғалымдары көбіне жаңағыдай жеңіл қарайды дейді. Бірақ бұл негізінде дұға емес дейді. Бұл әт-тараджи, яғни бір нәрсе үміт ету дейді, үміт ету. Оның айтылу себебі не екен белгілі, астында жазылып тұр. Лианнал хитаба хуна мин Харуну иля Муса алейхиссалам, кама далла алейхи сияқул ая. Қала ибн Адам, қала ибн
إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فهذا ترج وليس دعاء. Yani бұл Харунның сөзі ол Аллаға айтып жатқан жоқ дейді. Ол Муса алейхиссаламға, яғни мен Харун иля Муса. Сондықтан да ол дұға емес, бәлкім бұл тараджин дейді. Сол Ибн Усеймин сол тараджин деп айту мақсаты осы. Егерде, бірақ сен егерде басқа аяттар келтіретін болса, басқа аяттарда келтіреді. Мысалы сен үшін Раббана ла туахидна ин насина ва ахтана. Раббымыз біздер бір нәрсені ұмытып, немесе қателескен біздерді ол үшін азаптама десең, бұл дұға. Раббана ва ла тухаммилна ма ла тaqata лана. Я Раббымыз біздің әліміз жетпейтін нәрсеге бізге жүктеме десең, онда ол дұға болып есептелінеді дейді. Ал мына жерде бұл аятта ол Харунның Мусаға айтып жатқан сөзі дейді. Сондықтан да бұл дұға емес, тараджин болып есептелінеді дейді. Түсінікті, яғни ла нахияның негізгі мағынасынан шығу ол ад-дуа мағынасында келуі мүмкін. Екіншісі әл-илтимас кақаулика лиман юсауика ла табрах мин маканика хатта арджа илейк. Яғни өзіңмен құрдас тең әмір бере алмайсың, немесе бір нәрсені тыйым сала алмайсың, сен де оғанда. Ол кезде ла табрах мин маканик хатта арджа илейк. Сен орныңда тұра тұр, мен қайтқанша. Яғни сен оған бір тыйым салып тұрған жоқсың, бірақ өтініп илтимас қылып сұрап тұрсың. Соны біздерде илтимас дейді, яғни нәхи емес, ала уажид исти'ла емес. Үшіншісі ат-таманни наху ла татлу фи қаулихи мазуи раз я лейлу тул я науму зул я субху қиф ла татлуи. Яғни ат-таманни бір нәрсені қалау. Мысалы сен түнге я лейлу тул, яғни ей түн ұзақ бол. Я науму зул, ей ұйқы кет, яғни ұйқым кетсін дейді. Я субху қиф, я таң тоқта дейді. Ла татлуи, яғни таң атпа дейді. Яғни осындай кезде ақылы жоқ нәрселерге осылай айтатын болсақ, көбінесе шиғырларда нелерде келеді. Ол кезде ол таманни, өйткені сен ол түнге ұйқыға және таңға тыйым сала алмайсың. Сондықтан да бұны біз ат-таманни деп айтамыз. Соңғысы ат-тахдид кақаулика ли хадимик ла тути ғайри. Яғни ат-тахдид, яғни үркіту, қорқыту, өзінің мықтылығын көрсету үшін айтылады. Мысалы, сен өзінің қызметкеріңе, жұмысшыңа ла тути ғайри, менен басқа ешкімге бойынсұнба, яғни ешкім тыңдама деп айтатын болсаң, ол ат-тахдид, тахдид мағынасында келіп тұр. Енді шартқа қарайтын болсақ, соңғысы жаңағыдай тахдид кақаулика ли хатимика ла тути ғайри, біріншісі. ومن ذلك أيضا قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذا تهديد ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تهديد لهؤلاء الذين يتقلبون في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Yani sonday da ayatta da Kur'an'da da var deydi. Yani tehdit manasında la yagurannaka taqalluballazina kafaru fil bilad. La yagurun seni aldamasın deydi. Олардың жаңағыдай Аллаға қарсы шыққан адамдардың осы елде олардың жүруін, айналу жүруін сені алдап тұрмасын дейді. Яғни бұл жерде ат-тахдид. Оны қайдан түсіндік біздер? Өткені содан кейінгі келетін сөздерде матаун қалилун, олардың несі уақыты аз, яғни дүние мүлкі аз. Сумма мауахум жаханнам, олардың баратын жері тозақ дейді. Вабисан михат, яғни қандай ол жаман мекен дейді. Яғни ол тахдид. Сен олар сені алдамасын. Олардың уақытша ғана жаңағыдай жүргендері. Олар жаңағыдай уақыттары бітеді, баратын жерлер тозақ, және ол неткен жаман жер дейді. Демек біздер алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Әл-калам алайынша кезінде талаби, ғайры талаби. Бірінші әл-әмірді айттық. Енді ән-нахи. Ән-нахиді тағы қорытындылап кететін болсақ, онда ол ән-нахи бір ғана сыйғамен келеді, бір ғана формамен келеді. Ол ән-нахия. Біздер ләмі нафия, ләмі нахия деген бар. Ләмі нахия ол яғни мәжзум қылады.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون түсінікті. Бірақ ләм нахия сыйғасымен келіп басқа мағыналар беріп кетуі мүмкін. Оны біздер жаңағыдай айтылу жерімен және оның айтылып жатқан сөздерінен білеміз дейді. Ол біріншісі дұға мысалдар келтірді. Екінші әл-илтимас және үшінші әт-таманни.